қызды жоқшыл құртады дейді. Мен оған сенбей өскем, бірақ күндердің күнінде сол сөз санамда жаңғырып тұратын әдет тапты. Қалаға алғаш келген күнім есімде. Көйлегім үтіктелмеген, үтік дегенді қолданбай өскен едік. Группаластарым сәнді киініп жарқырап жүрді. Ал мен болсам ауылдан алып келген бір көйлекпен бір ай бойы жүретінмін. Кей күндері өз киімім үшін ұялатынмын. Қолымнан келген оқуға тырысу. Сабақтан шыққан соң кафе жағалап жұмыс іздеймін. Бір-екі жерде даяршы болып жұмыс істедім. Бірақ амал нештік, керек десең жатақханада отырып көз жасымды да білдіртпей сүртетінмін. Сөйтіп жүріп өзгердім. Бұзылдым ба, бейімделдім бе, әлі білмеймін. Бірақ әп-әдемі гүлдей жайнап тұрған мен көше жағалап түнгі көбелек болатынымды білмедім. Түрім әдемі, көшеде көз тастап айналып қарайтындар көп. Мүсінім де келісті. Бірақ үстімде жұпыны кейін мен сөмкемнің шеттері мүжілген көзге ұрып тұрады. Топта бәрі сәнді, бәрі стильді. Тек мен ғана. Стипендиямды алған сайын қуанып кетем. Бірақ көп ұзамай қалам, қағаз бен тамаққа кетіп тынады. Киім алуға өзімді еркелетуге ештеңеге қалмайды. Кейде сол үшін өзіме өкпелеп қалам. Бірде Майра есімді қыз маған ерекше ілтипатпен қарады. Әрқашан жарқырап жүретін, еркін сөйлейтін, сәнді киінетін, бар болмысымен байдың қызына ұқсайтын. Мен онымен құрбы болуға қатты қуандым. Не болса да енді менің де әлемім өзгерер деп ойладым. Сен сондай сұлусың, ана қыздардан бөлексің дейтін ол. Рахмет деп жымиып қана жауап берем. Ішімде бір қуаныш мені байқапты деген. Бірақ уақыт өте келе шындық ашыла бастады. Майра байдың қызы емес екен. Ол түнгі көбелек. Бірақ онысын кейін білдім. Ол да мен секілді өмірдің шетінде, бірақ шеттелмейтінмін деп жан таласып жүрген бір бейбақ. Майра екеуміз шын достасып кеттік. Майра екеуміз жан құрбы болдық. Ол мені барлығына үйретті десем болады. Бірде ол маған, мен сияқты болғың келе ме? Қыз, мен сияқты ақшадан тарықпай өмір сүргің келе ме? Деп сұрады. Мен қандай жұмыс екенін сұрастырмастан бірден я деп басымды изей бердім. Ол мені өз ақшасына салонға барып бояндырып, шашымды қидырып, көйлек алып берді. Содан түнгі клубтан бір-ақ шықтық. Құлақ шыдатпайтын көңілді музыка, темекі мен ішімдіктің иісі араласқан бұл жерде жартылай жалаңаштанған қыздар, ішімдік ішкен жігіттер алғаш көрдім. Іш киіммен елдің алдында таяққа жабысып билеген қыздарды шыны керек оларға қарауға басында ұялдым. Тіпті ол қыздарды іштей жек көрдім. Осыншалықты ұятсыз бола ма? Бірақ мен олардан да асып түстім. Осылай айнала таңырқап тұрған мені аш қасқырлар байқаған болуы керек. Қасыма келіп жамбасыма қолын сумаң еткізіп сипап жіберді. Селк етіп жалт қарадым. Жаңадан келдің бе? Деп ыржаң еткен жігітті жақтырмай. Жоғалары деп баға-бағым түйдім. Майра мені тыныштау жерге апарып, қызау сен олай сөйлеме, бұл жерде бай жігіттер, жаңа жігіт өте бай. Біз ақшаны солардың көңілін тауып аламыз. Олар қасыңа келсе үндемей барлығына келісе бер деп мені өзінің кәсібіне үйретіп жатты. Жоқ, маған бұндай орта ұнамайды деп кетуге оқталдым. Майра мені құшақтап, мені жалғыз қалдырмашы, тек жігіттердің қасында отырып шырын ішеміз, сол үшін ақша төлейді. Тез байып кетесің, бүгін байқап көрші деп мені әзер көндіріп қайта ішке кірдік. Әлгі жігіт Майраны танитын болды. Ол көзін қысып, маған құрбыңды бересің ғой, я, деп күлді. Содан ол жігіт мені биге шақырды. Барғым келмеген. Майра маған барып билеп кел, көңіл көтер деп itергендей болды. Ол жерде би есінен алжығандардың биі сияқты. Содан ұялып қысылып ағаш сияқты әрең қозғала билегендей болдым. Майраның қасына келгенде сусын дайындап қойыпты. Сол бір сусын өмірімнің мәнін құртты. Сол сусыннан соң мені әлгі жігіттің қойнынан бір шықтым. Ұйқыдан тұрсам денемді ала алмаймын, басым сынып барады. Тыр жалаңашпын, төсекте қан жуылған. Майра жалаңаш әлгі жігітпен құшақтасып жатыр. Сөйтсем Майра өзіне мені серік еткен, яғни группа болып төсектес қызмет ету сияқты. Айқайлап жылап жібердім. Маған бұлай жасауға қалай дәтің барды? Майра, сені жек көремін деп айқайладым. Майра мен әлгі байдың еркесі де тұрды. Тух, даусың жаман. Майра мынаның үнін өшірші деп маған қарады да әмиянынан 3 қағаз $100 лақтырды. Майра асығып киініп бәрін түсіндіремін, жүр кеттік деп ақшаны сумкаға салып мені сүйрегендей алып шықты. Майра жол бойы бәрін түсіндіріп келеді. Мен көз жасыма ерік беріп жылап келемін. Бір кезде банкке кірдік. Әлгі 3 қағаз $ды теңгеге айырбастады. Теңгеге айналған ақшаны көріп шок болдым. Доллар дегенді алғаш рет көруім ғой.
осынша ақша болады деп ойламадым. $300, ол кезде 135 мың. Ақшаны қолыма ұстағанда жылағанымды ұмытып кеттім. Майра өзіне ақша алмады, бәрі сенікі деп қолыма ұстатты. Ол кезде 135 мың теңге өте көп ақша еді. Алғашқы кінәмді $300 мен алған едім. Одан кейін де неше түрлі жындылармен төсекте Майра екеуміз бірге болдық. Олар не десе соны жасаймыз. Олар бізге білгендерін жасайды және жасатады. Байдың еркелері үшін ақша деген проблема емес еді. Бір күні бізді тауға шақырды. Сол жақта ішіп-жеп көңіл көтеретін болдық. Көбіне клиентті Майра табатын еді. Ақшасы да келсетін сол. Сөйтсек, клиенттеріміз есірткі шегетін сорлылар екен. Күшті көңіл күймен қымбат көлікпен бардық. Бір есерсоқтың туған күні екен. Біздерді соған жалдаған. 4 жігіт болды. Іштік, жедік, мас болдық. Әдеттегідей қызметімізді көрсеттік. Десе де шегіп алған сорлыларға бұл аздық етті. Көз алдымызда дәретке отырып, қаншық мәз сүй деп Майраның шашынан ұстап, аузына бір жерін тықты. Қалғандары бұл көрініске мәз. Майра да ішіп алған еді, ашуланып кеткен болу керек. Әлгі есерсоқты тістеп алды. Қол ойбайлап Майраны жерге теуіп жіберді. Мына қаншық құтарайын деген екен деп ашуға мінген сорлы жерде жатқан Майраның іш киімін шешіп лақтырды. Sıрадан қалған бөтелкені құрбымның бір жеріне қинап тықты. Құрбымның жан даусы шығып жалынды. Мен жүгіріп бар. Олай істемеші дей беріп едім, бетімнен жұдырықпен бір қойды. Мұрным қанып, көзімнен жас бұрқ етті. Мұрным қанап тоқтамай жатыр. Шеміршегі тайып кеткен бе, бетім ісіп кеткен. Арақ пен сыраның қасындағы сарағашпен мұрнымды жуып жатсам, анау сорлының ашуы басылмай құрбымның бір жеріне ағашты тағы қинап тығып жатты. Қанша жалынса да ол сорлы тоқтар емес. Құрбым үшін жанымды қиюға даярмен шашлыктың үшкір таяғымен ол албастыға қарай жүгірдім. Оны өлтіргім келді, бірақ кім екенін білмеймін, артымнан біреу келіп басымнан бір ұрды. Есімнен танып құладым. Таң атқан кезде ғана ояндым. У-шу басылған. Адамдардың даусы естілмейді. Тұрайын десем, басым ауырып барады. Екі бетім үрленген шар секілді ісіп кеткен. Үсті басым қан. Басымда киімдерінде қаннан көрінбейді. Ал Майра жерде қансырап жатыр. Әлгі албастылар құрбымның бір жеріне ағаш тығып кеткен ғой. Содан көп қан кетіп, қиналып әлсіреп жатты. Шыдамай ол ағашты суырып алып едім. Соңғы даусы шыққан құрбымның даусы әзер шығып жүріп кетті. Қасына әзер жетті. Майраны құшақтап тұршы деп жалынсам да тұрмады. Тек екі көзі ашылып, жабылмай қатып қалғандай. Денесінде былқ-сылқ. Кешке дейін өлі дененің қасында отырдым. Ешқандай адам жоқ. Әлгі сорлылар қашып кеткен. Біздерді өлді деп ойлаған ғой. Үмітім үзіліп, мен де құрбым сияқты қиналып өлем деп жыладым. Алладан кешірім сұрай бердім. Әттең бұндай тез жолға түспегенімізде осыншалықты өлім азабын құрбым тартпас еді. Кеш қарайып келеді. Көліктің дыбысы естіліп, қызық қуған жастар екен. Әзер тұрып алдарынан шығып көмек сұрадым. Содан жедел жәрдем милиция келіп тергеу басталды. Мен ауруханада жаттым. Өзіме келгеннен соң қолыма кісен салынды. Тергеу бұрмаланып, ақшаның күшімен мен сорлы өз құрбымды өлтірді деген ауыр айыппен сотталдым. Байдың еркелері біздерді мүлдем танымайтын болып шықты. Қылмыс болған күні әлгі төртеу бильярд клубта туған күн тойлапты. Және куәгерлер бар. Әрине сотты сатып алды. Жазықсыз сотталып кеттім. Әлгі ағашта тек менің саусақ ізім ғана табылған деген қағаз шықты. Айыпталушы деп мені не үшін қылмыс жасағанды олар айтқанда жылап жібердім. Ақша үшін құрбым Майраны алдап тауға апарыппын. Сол жерде екеуміз төбелесіппіз. Яғни марқұм Майра мені ұрған. Мұрнымның сынғанына ашуланып, мен Майрамен төбелесіп, әлгі жеріне ағаш тығып қинаппын. Осындай қылмысты тергеушілер қолдан жасап, мені түрмеге тықты. Әке-шешем жылап қалды. Менің тәнімді сатқанымды сотта естіді. Оларға өте ауыр болды. Мен сорлы әке-шешемнің бетіне қарай алмадым. Бірақ мен қылмыскер емеспін. Түрмеден шыққалы 7 жыл өтті. Еш жер жұмысқа қабылдамайды. Тіпті еркектер де мені әйел етуді қорқады. Танысып біліскен соң түрме көрген жан екенімді айтсам шошып кетеді деп қарасын батырады. Туыстарым менден әлдеқашан бас тартқан. Қазір шағын дәмханада еден жуып пол жуамын. Жалғыз басты әйелмін. Жасыма жас қосылып, жыл сайын қартайып келем. Нәпсі арқылы ақша табамын деп ғұмырымды түрмеде өткіздім. Қазір жастардың көбісі оңай бір жерін сатып ақша тапқысы келеді. Бұлай жасамаңыздаршы. Арам ақша еш уақытта байлық болмайды.